сәлем, сіздермен бірге мен Әсем. Менің жаңа блогыма қош келдіңіздер. Және де мен түрімді көріп шошып кетпеңіздер, потому что мен жаңа ғана ұйқымнан тұрдым и патч жабыстырып алдым. Вот. А қазір мен өзім мектепке шығуым керек 5 минуттан кейін. Патч деп, то есть мен 20 минут бұрын жабыстырдым. Басқа блогтан байқасаңыздар, мен ондай көп процесстарымды көрсете бермеймін. Кейбіреулері блогқа түскісі келеді, кейбіреулері түскісі келмейді, сондықтан да бүгін деген солардан сұрап, көбінесе соларды түсіретін боламын. Сабақ бітті, енді екінші сабаққа барадық. Неге темно? Сіздермен түсетін кезде темно болып қалып. Танысыңдар, бұл менің кішкентай кезімнен бергі класстасым. Айнажам. Сен бірінші түстің. Осының алдындағы блогтарда болды. Бетімізі координаталар базы дейді. Кешіміздің координаталарын өзгертесіз бәрі. Нешінші есеп абай тоқтаңыз? Келесі 29. Иә. Координаталар базы ең ұзасы. Алғалар бір кетемін. Так, біз мал дөйлеріміздің координаталарын табылдық. Ал біздің координатасы неге тең? Қазір айтам. X деген 0-ге тең ба? X 0-ге тең. Қазір күн шаба жазғойын. Birge тең апай. Бірге тең. Жоқ. Апай тақтан мен шайын ба? Артта отырам бүгін. Шашап кеттім алда отыра берді. Бүгіндікі арттан отырамын деп шештім. Мен не түрем білмедім. Бүгін мен бірақ паста түсірді өйсететпен, так что бүгін көбінесе паста түсірді. Паста пайда ешкім жоқ, бізде қана 19 оқушымыз. Дуа, влог түсіріп жатырмын ғой, сөйлемеңдерші. Жақсы отырыңдар. Ал келмек. Апай, жүрісі. Шырағы. Апай, жүрісі. Тақтан мен сүртейін ба? Мен ғой кезекші апай. Мен қазір біздің классқа арттарынан экскурсия жасатқам. Вот, типа, кім қандай екенін, бірақ аттарын айтпаймын. Скейпопер, нағыз біздің бейші. Алда отырған бала вообще сөйлемейді, білмеймін екен. Или маған сөйлегісі келмейді. Нағыз деген біздің класста самый умный адам. Спортсмен, нағыз деген оптимист. Нағыз бала менің орнымда отыр. Мынау хулиган, мынау староста біздің. Привет, вот мен Әсемнің подругасымен таныстырған болар. Вот көптесіңдер. Әсем оқымыстам. Әсем оқиды. Кстати, у меня к вам просьба, небольшая просьба. Кім тиктокта бар, солар тиктокта менің негіма как подписаться етіңдерші, ссылкасын Әсем ютубта қыдырады. Лайк басып тіркеліп, колокольчикті басыңдар. Ну, осылай отырамыз. Там Асемока. И ее как соседка. Вот. Үйленіп бастағым келіп жүр. Осыдан кейін вроде
So'ng keyin boshlovchidan keyin qizlar oshxonaga boradigan bo'lamiz. Тамақ ішіп, потом қайтамыз. Сағат сайын неге қатысамыз. Өте ортада менде киім жоқ. Алдында там түсініктеме бәріміз бар. Скоро Айнажан өзінің инстаграмын немесе ютубын ашайын деп жатыр. Так что түсіріңдер. Ол да блогер болайын деп жатыр. Хочу подписаться, если нет. Айтсадың ба? Біз асханаға бара жатырмыз. Истерия костюмді жабырақ үлгермей жатыр костюм. Арнайы осы жол таңдадық, чтобы ешкім біздің блогымызға кедергі келтірмеу үшін. Бірақ онда детскийлар көп жүреді. Монтаждап тастарсың. Монтажер или монтажист? Или монтажист? А всем где самый красавицами? Рамыз, егер сұрынға. Орнына. Орындар. Әсем болу. Ал негативлық деген ол кез келген әрекетті ол негативлық Сен құлттыр құртсыңдар ма? жоқ, ондай емес. Мысалы, алдында Қазір физкультура. Мен тек қана 12 минут сүре аламын. Мен де бірақ киім жоқ. Я очень ждал, смотрел в окно и наблюдал, когда же ты придешь, горькая отрава. Бізде қазір денемен бірақ ойнағып тұрған жоқ. Олар қарсы ойнап жатыр, балдар футбол ойнап жатыр. Скучно. Мен қазір деген би қайталап жатырмын, себебі бүгін биде деген біз видео түсіреміз, инстаграмға саламыз. Мен оны осы опубликовать, ол биді ютубқа саламаймын, себебі авторская право ұстайды. Сондықтан да мен инстаграмыма жазылыңыздар. Маған видео ұнаса салам, немесе сам бидің команданың Короче, бізде последний сабақ, как обычно, ол болып жатырған жоқ. Дамо. Мен түрім көрген жоқ. Біз үйге бара жатырмыз. Ешкім жоқ. Біз как будто больницада жүрген сияқтымыз да. Мен үйге бара жатырмын. Мен класстасым тұтатқан. Мен тонап жатырмын. Анда біздің медик отырады. Мына кабинет деген кабинет просто. Ау? Неде тарихта? Кабинеті. Достарыңа, мынау психолог кабинеті. Мынау осындай ағаш, который өзіңнің желанияңды осындай бірінші жазасын. Мынау вид. Терезеден қараған вид. Мынау біздің баспалдақ. Біздің вид негізі әдемі, да? Іштен Вроде красиво. В школе. Анау учитель қазір математикадан беретін. Бастауыш мектептерге. Біз де ерте тарат жерді. Біз деген, мынау мен класстасым. Біз деген. Иә. Она оқымайсың? Иә. Мынау кішкентай класстастар, мынау 14 ақпан Валентин күніне, 14 класстар күніне арналған
Осындай украшение. Машинаның атын айтып жарысып жатыр. Мен ешқандай машинаның атын білмеймін. И такое... Номерін айтып тұрмын вроде. Короче, мен вообще машиналарды танымаймын. И мынау қыз болып алып, кішкентай бала болып барып жарысып жатыр. Ау? Мы наконец-то идем домой. 10 минут күттік автобуста. Эй! Жаным, не болды соншалық құрсын? Не болды? Не істедің далада? Тоңып қалдың ба? Біз уже видео түсіріп болдық. Екі бетім бәрі қызарып кетті. Вот. И мен де сіздерге батқан кезде дым түсірген жоқпын, потому что как всегда кешігіп жүретін адаммын мен. И кешігіп жүргенде, жүгіріп жүргенде, короче, мен видео түсіремадым. Вот, сағатқа 7:30. Шықпадым. Дала қап-қараңғы. Респим бросал керек. Я лестницадан түсіп баратырмын. Вот. Видеоны көргілеріңіз келсе, Space.kz деген Space.kz. Вот, там смотрите. Ну, примерно бір аптадан кейін шығады ол. Ол қашан салып білмеймін. Мен малақайымды ұмытып кеттім. Где-то, не знаю где. Оказывается, так холодно. Мне кажется, мен үйге барып ауырамын, потому что мен жанып шықтым, тереп шықтым. И енді тонып жатырмын. Мен деген бұл видеода көбінесе мектептегі уақытында қалай өткізетінімді көрсеттім. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Ұнаса лайк басып және де комментарий жазуды. Ең бастысы каналға подписаться етуді ұмытпаңыздар. Бәріңе пока.